Сабақтың тақырыбы Қазақстандағы балама энергия көздері мен жел энергиясы. Сабақтың мақсаты энергияны тұтыну тиімділігі және ұтымды пайдалану. Күтілетін нәтиже қалпына келтірілетін қуат көздерін және энергияның басқа да балама түрлерін пайдалануға ынталандыру. Көпшіліктің экологиялық таза энергияға қолжетімділігі. Бағалау критерийі тыңдаған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеді. Негізгі және қосымша ақпаратты анықтайды. Дескрипторлар мазмұнын түсініп, кем дегенде 3 сұраққа жауап береді. Негізгі және қосымша ақпаратты ажыратып, жазбаша жауап береді. Берілген тақырыпқа сызба кесте жасап ұсынады. Кіріспе. Қазіргі заманды электроэнергиясыз мүлдем елестету мүмкін емес. Энергия бұл адамзат тіршілігінің дамуына жағдай жасаушы және ынталандырушы бірден-бір табиғи қайнар көзі. 21 ғасырда жер бетіндегі халықтың өсуіне байланысты энергияға деген сұранысты арттырып, оны өндіруге талап күшейгені белгілі. Баламалы энергия өндіру дәстүрлі қазба көздерінен көмір, мұнай, газ өндіруден өзгеше. Балама энергия күннен, желден және тағы басқа энергия көздерін пайдалану арқылы алынады. Жел энергиясы техникалық, физикалық, аэродинамикалық аспектілерді қозғап, мәселені күрделендірмей қояйық. Қарапайым тілмен айтқанда, балама энергия көздері бізге электр қуатын не болмаса энергияның басқа түрін механикалық, жылулық алу үшін қажет. Жел энергиясының арнайы электр генераторлардың, диірмендердің көмегімен түрлендіру арқылы осындай қуат түрін алуға болады. Жел энергиясы әлемде 2015 жылдың басында деректер бойынша барлық жер генераторлардың қуаты 369 гигаватт. Жел энергиясының артықшылықтары мен кемшіліктері. Бірде-бір ғылым саласы өндіріс мамандық тек жағымды немесе тек қана жағымсыз факторлардан тұрмайды. Әдетте, әр заттың жақсы және жаман тұстары болады. Ендеше жел энергиясының плюс-минустарын қарастырайық. Артықшылықтары. Бірінші, шикізатты сатып алу тасымалдаудың, қалдықтарды шығаруды қажеті жоқ. Екінші, электр қуатын беруші компаниялардан дербестік қамтамасыз етілді. Үшінші, ластаушы қалдықтар жоқ. Төртінші, табиғи ресурстар үнемделеді. Бесінші, отын, электр қуатының шығындары қысқарады. Алтыншы, атмосфералық жылулық балансқа әсер етпейді. Жетінші, табиғаттың оттек қорын сақтайды. Және сегізінші, желдің кинетикалық энергиясын электр қуатына тегін айналдырады. Ал кемшіліктеріне келетін болсақ, біріншіден жел қондырғыларының жұмысы эфир кедергілерін тудырады. Екіншіден, пайда болатын шу адамның және жануарлар әлемінің денсаулығына кері әсерін тигізеді. Үшіншіден, жұмыс тұрақсыздығы, энергияның берілуі бір қалыпты емес. Төртінші, үлкен ауқымды қажет етеді. Және бесінші, соңғы, қымбат. Жобалау кезінде негізгі мақсат желден алатын энергияны немесе аэродинамикалық тиімділікті көбейту. Бірақ бұл мәселе төзімділіктің механикалық сын-шарттарын және экономикалық қырларын қарағаттандырған жағдайда шешілуі тиіс.
Бұл бейне жазбада біз қалақтар санының, пішінінің ұзындығының және діңгек биіктігінің жел турбинасының құрылысына тигізетін әсерін қарастырамыз. Жел турбинасы қалақтарының саны көбейген сайын аэродинамикалық тиімділік артады, бірақ кему мәнерде. 2 қалақты құрылымнан 3 қалақты құрылымға көшкен кезде тәк 3%-ға көбейеді. Алайда біз 3 қалақтыдан 4 қалақтыға өткенде тиімділік болмашыған артады. Қалақтар санының көбеюімен жүйе құны бірден артады. Оған қоса қалақтардың механикалық құрылымы да күрделіленеді. Аэродинамикалық тиімділікті сақтау үшін өспелі мөлшерде қалақтар жіңішкерек болу керек. Бірақ табанды жіңішке қалақтар өстік желдік жүктемеден туындайтын июші күшті көтере алмай қалуы мүмкін. Сондықтан әдетте табаны қалыңдатылған 3 қалақты жел турбиналары пайдаланылады. Жел турбинасының өнімділігіне әсер ететін келесі негізгі себеп шарт қалақтың көлденең қимасының пішіні мен бағыты болып табылады. Қалақтар қозғалыс кезінде өздерінің шын мәніндегі жылдамдығынан өзгеше жылдамдықпен келетін ауа жиынтықтарының ағындарын өз бойымен өткізеді. Ол салыстырмалы немесе жуықтама жылдамдық деп аталады. Ағынның жуықтама жылдамдығы оның нақты жылдамдығы мен қалақтар жылдамдығы арасындағы айырмашылық. Егер бұл ағынның шын мәнінде жылдамдығы болса, онда айналып жатқан қалақ осындай жуықтама жылдамдықты белгілі бір қимада өткізеді. Мұқият қарасақ, жел турбинасы қалақтарының басынан аяғына дейін аэродинамикалық кескіні бар екенін көруге болады. Жел турбинасының қозғаушы күші осындай кескінді желдің айналып ағуы кезінде пайда болатын көтергіш күш болып табылады. Көтергіш күш жуықтама жылдамдыққа перпендикуляр болады. Әдетте көтергіш күш шабуыл бұрышына сай ұлғаяды. Сонымен бірге қарсыласу күші де артады. Көтергіш күштің тангенциалдық құраушы қалақтың айналуын демеп тұрған арада қарсыласу күші оған кедергі жасайды. Сөйтіп, жел турбинасы көтергіш күштің қарсыласу күшіне қатынасының максималды мәні кезінде максималды өнімділікті беруі мүмкін. Бұл оңтайлы шабуыл бұрышы деп аталады. Қалақтың аэродинамикалық кескінінің қималары қалақтар оңтайлы шабуыл бұрышымен жұмыс істейтіндей етіп тізіледі. Ағын жылдамдығы қалақтың бүкіл ұзындығы бойымен біркелкі таралатын болса да, қалақтың жылдамдығы оның ұшына қарай жылжығанына байланысты сызықты түрде ұлғаяды. Сондықтан ағынның жуықтама жылдамдығының бұрышы және шамасы қалақтың ұзындығына қарай өзгереді. Жуықтама жылдамдық кескін хордосының бағытымен оның ұшына жақындай тураланады. Сол себепті аэродинамикалық кескіннің әр қима нүктесінде шабуыл бұрышы барынша оңтайлы болу үшін қалақтың осындай үздіксіз иілімі керек. Жел кез келген сәтте өзгеруі мүмкін. Осыған орай жел бағыты өзгерген кезде оңтайлы шабуыл бұрышына қол жеткізу үшін жел турбинасы қалақтардың өз үстінің төңірегінде айналуы қарастырылған. Бұл қалақтар қадамының өзгеру деп аталады. Кіріс деректер ретінде жел туралы және жел турбиналары сипаттамалары туралы мәліметтерді пайдаланатын жетік алгоритм энергияны барынша өндіру үшін айналым бұрышын реттейді. Жел турбинасының өнімділігіне әсер ететін келесі маңызды себеп шарт қалақтың ұзындығы болып табылады. Жел турбинасы өндіретін энергия осы теңдеуге сәйкес өзгереді. Сондықтан қалақ қаншалықты ұзын болса, өнімділік те соншалықты жоғары екені анық. Бірақ қалақтың ұзындығын ұзартумен қатар желдің осьтік күшінің әсері кезінде қалақ ұшының ауытқуы да ұлғаяды. Сол себепті қалақ ұзындығын ойламастан ұзарту қалақ пен діңгектің соқтығысымен бітетін қауіпті жағдайға алып келуі мүмкін. Қалақ ұзындығын арттырумен қатар оның ұшының жылдамдығы да ұлғаяды. Турбинаның шығаратын шуы көбіне қалақ ұшының жылдамдығына байланысты. Сөйтіп, қалақ ұзындығын үлкейту белгілі бір шекке дейін ғана мүмкін. Қалақты ұзартуға қарсы басқа себеп шарттардың бірі ірі шығындарға ұрындыратын үлкен механикалық құрылымдарды жасау. Жел турбинасын жобалау кезіндегі ең маңызды себеп шарттарының бірі діңгектің дұрыс биіктігін анықтау. Жел турбинасының кіріс күші 3-ші дәрежедегі жел жылдамдығына тең.
Сондықтан жел жылдамдығының аз ғана өзгерісі энергия өндіруге біршама әсер етеді. Жел жылдамдығының жер деңгейінен әдеттегі ұлғаюы суретте көрсетілген. Сондықтан энергия шығару тиімділігі тұрғысынан діңгек мүмкіндігінше биік болғаны абзал. Бірақ оның жол тасымалдауының қиындығы және құрылымдық орындау мәселелері діңгектің ықтимал барынша биіктігін шектейді. Жел турбиналарының құрылысы бойынша жақсы кіріспе ақпарат алдыңыз деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет. Қызықты деректер. Алғашқы жел энергиясын 1980 жылы ақштың солтүстік шығысындағы Нью-Гэмпшир қаласында пайда болды. Ең ірі электр станциясы ақштың Техас штатының Роско қаласында орналасқан. Жер паркінің қуаты 781 мегаватт. Үшінші ең ірі жел генераторы 2002 жылы Германияда жасалынған. Оның қуаты 4,5 мегаватт, 3 қалақты, әр қалақтың ұзындығы 52 метр, ені 6 метр, салмағы 20 тонна. Эйфель мұнарасында реконструкция жасау жоспарына сәйкес онда 2 жел турбинасы орнатылды. Францияның инженерлік тобы Wind 3 атты ағаш түріндегі жел генераторын жасап шығарды. Құрылғының жапырақ түріндегі пластиналары желдің бағытына қарай орнын ауыстырып тұрады. Ресейдің жел энергиясы бір жылда өндіретін энергия көлемін қытайлық жел агрегаттары 2 сағатта өндіріп шығарады. Google 2015 жылы ұшатын электр станцияларын шығармақ. Мұндай станцияның басты айырмашылығы ол әдетте жел станциялары секілді желді қажет етпейді. Тапсырма. Бірінші тапсырма. Сәйкестендіріңіз. Орындап болсаңыздар, екінші тапсырмаға келейік. Екінші тапсырма. Сызықты диктант. Кесінді сызамыз. Оқыған сөйлем дұрыс болса плюс белгісі, қате болса минус белгісін қоясыздар. Енді үшінші тапсырма. Қуат көздерін қолдануға постер құрамыз және постерді қорғаймыз. Назарларыңызға рахмет.